Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет капустадан өте оңай кез келген екінші тағаммен үйлесетін салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен капустамызды жуып тазалап алып, төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Турап алған капустамызды шұңғылдау ыдысымызға салып аламыз. Үстінен осылай кристалл тұзын салып, қолымызбен жақсылап мыжғылап, 15 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Қиярымызды тураймыз енді. Өздеріңізге ұнайтын кез келген формада турай берсеңіздер болады. Ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте редискамызды да дәл солай етіп кесіп шығамыз. Турап алған редискаларымызды да ыдысымызға саламыз. Бір сәбізімізді алып, шик сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Аскөгімізді саламыз, майдалап турап. Көк пиязымызды саламыз, кішкене ұзынша етіп тураймыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш және аздап тұз қосамыз. Және майымызды қатты қыздырып, үстінен құятын боламыз. Қасықпенен енді жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды жарты сағат қойып қоясыздар, сонда тұзының бәрі сіңіп, бір-бірімен әдемі үйлесетін болады. Салатымыз осыменен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жасалуы өте оңай. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше.